YouTube көрермендері, сіздерден өтініш, каналыма кіріп, менің қоңыраушамды лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Сіздерден үлкен өтініш. Рахмет сіздерге. Ал енді менің мына істеген тамағымды айтайын. Міне керемет, басынан бастап осы соңына дейін көріңіздер. Өте тамаша болды. Әрине лезде істейтін тамақ. Таңертеңгі уақытқа да, түскі уақытқа да, кешкі уақытта, бұл 3 уақытқа да болатын тамақ. Өте дәмді, әрі тез жасалынатын тамақ. Тойымды. Осы тағамға бірінші керектісі 4-5 картошкамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, картошканың бәрін осы үгіткіштен өткізіп аламыз. Мына бір ғана картошкам қалды қазір. Сонда өткізіп аламыз. Сосын мынау суға 5 минутқа батырып аламыз, бойындағы крахмалын кетіруге. Суға. Мінекей мына судан қазір сүзіп сығып несін аламыз мына жаққа, басқа ыдысқа. Мінекей қосатын пиязымызды үгіткіштен өткізіп алып жатырық осылай. Мінекей пиязымызды салдық. Енді қазір тұзымызды саламыз. Қосатын жұмыртқамызды бірінші өзін былай араластырып аламыз. Жұмыртқамызды құйдық, жұмыртқамызды әдемілеп араластырып аламыз. Сосын бұл жерге бір 4 қасық ұнымызды саламыз, араластырамыз. Енді бұны да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей зелен көкөнісімді турап қойдым қосуға. Қазір қосып жіберемін. Мінекей көкөнісімізді жақсылап араластырып аламыз. Қазір мінекей бұл жерге тағы да лимонның соғын азырақ қосып жіберу керек. Мінекей тапамыз қызды, енді аз-аздан салып пісіреміз. Баяу отта осылай пісіреміз. Қазір мен енді бетін жауып қояйын. Мінекей YouTube көрермендерім, істеген тамағымызда пісті. Лезде, егер де сіздер тез тамақ істегілеріңіз келсе, осыны істесеңіздер болады. Өйткені өзі бір дәмі де керемет, әрі де тез болатын тамақ. Кешкі асқа да болады, таңғы асқа болады, түскі асқа да болады. Барлық уақытқа болатын тамақ.